Қаз подкаст 23 эпизод атауы. Баршаңызға сәлем. Бұл Қаз подкаст Қазақстандағы подкастингді қорғап, оны қоғамда ары қарай көпшілікке таратуға арналған жоба. Подкастингдегі маңызды жаңалықтар, идеялар осы подкастта талқылаймыз. Астанадан сөйлеп отырған мен, қазақстандық кәсіби подкастер Ильдар Құдайбергенов. Бәрі жақсы. Қайтадан Қаз подкасттың эпизодтарын жазуға оралдым. Өте қуаныштымын. Әдеттегідей осындай ұзақ паузадан кейін кішкене қобалжумен де бар. Бірақ жалпы айтатын жаңалық та, қылайтын тақырып та өте көп. Сондықтан бүгін үйдегі студиямда жазып отырмын. Кішкене аз-маз жаңғырық естілсе, айып етпеңіздер. Жалпы алғанда соңғы эпизодта мен айтқан нәрселер туралы айтқым келіп отыр кішкене, өйткені соңғы эпизодта бірталай нәрсеге уәде етіп сөз беріп қойыппын, бірақ оның бірталай іске аспады. Әрине, байқап отқандарыңыздай мен ол жерде айтыппын, әр сәрсенбі сайын бір эпизод шығарып отырсақ қалай болады көрейік деп айтыппын да, содан кейін жоқ болып кеттім. Бір алла біледі мен қайқыға не істеп кеткенім, өйткені бірнеше ай өткен ғой. Қалай болғанда мен қайтадан оралдым. Және сіздерге айтқан подфейдингдегі жаңа стратегия, ол да іске аспаған көрсетіп тұр деп ойлаймын. Ол да бір көрсеткіш. Сондықтан жалпы подфейдинг деген нәрсенің алдын алу үшін әрекеттерімді, қадамдарымды мен тоқтатпаймын. Әлі де тырысамын. Әлі де неше түрлі нәрселер ойлап тауып көремін. И олармен мен сіздермен осы подкастта бөлісіп отырамын. Сондықтан ең бастысы осы подкастқа жазылыңыздар, тыңдаңыздар. Фидбектеріңіз болса тіпті керемет болар еді. Соңғы кезде келген фидбектер енді керемет. Алдында маған бір кісі жазды. Жалпы осы подкасттың эпизодтарын тыңдап шықтым. Подкастингнің қандай екенін түсіндім. Сіздің өстіп Қазақстанда подкастингді қорғап жүргеніңізге көп алғыс білдірем деп мен көңіл күйімді кәдімгідей көтеріп тастады. Бұндай нәрселер әрине қуантады, және мүмкін сіздер бұрыннан тыңдайтын болсаңыздар, мүмкін ұмытып кеткен шығарсыздар, бізде тегін қазақ тілдегі онлайн курс бар ғой. Осыдан бір 2 жыл бұрын жасалған. Мен бір рет оны жаптым, содан кейін қайтадан ашылды. Жапқанда просто айналыспай архивке жіберген соң қайтадан қолға алдым. Және ең қызығы, сол курсты адамдар әлі өтіп жүр екен. Әлі өтіп жүр, және олардың айтуынша өте күшті, ештеңе өзгертпе, бәрі орнында күшті тұр дейді. Мен үшін әрине бұл мен таңғалтады, өйткені мен ойлағам, оның ішіндегі ақпарат ескерген, оны бүйту керек, анандай жаңарту керек деген сияқты. Жақсы, егер сіздерге ұнап жатса, егер пайдасы тиіп жатса, ештеңе істемей әзірге тұра берсін. Қосымша ол курсты қолға алып түзеуге менің қазір уақытым да жетіп жатқан жоқ, шынын айту керек. Өйткені енді басқа бір шаруалар көп уақытты, көп энергияны талап етіп жатыр. Осындай себептермен жалпы жаңартуға да уақыт болып жатқан жоқ. Енді бір ойым, сол курсқа бір әдемі бір спонсор табылса, сол спонсормен бірге жұмыс істесек деген бір ой бар. Әрине, оны ешкім іздеп жатқан жоқ, ол спонсорды. Просто сөйтіп ойлап қойып қоясың. Естеріңізде болса, менің бір сайтым бар ғой, қазақстандық подкасттар жиналған. Сол сайтты жалпы осы жақында жаңаландырдым. Интерфейсін кішкене өзгерттім, ішінде нұсқаулықтар қостым. Телеграм арнасын жаңартып жасадық. Ол сайттың қазіргі жалпы атауы Қазақстандық подкасттар қоры. Меніңше керемет атау. Осыдан кейін мен бұл сайтқа деген жалпы бір махаббатым ашылып, өзім тағы да подкасттар қостым бірталай. Оның барлық сілтемелері осы Телеграм арнасында беріп отырамын. Осы күйі маған өте ұнап тұр, және бұл ресурс осы күйінде бола береді. Тек қана жаңа подкасттар пайда болса, соларды қосып отырамын. Сондай нәрсе. Бұл жаңа осы сайтқа қатысты жаңалықтарға байланысты. Ендігі мәселелер. Мен жақында Алматыға барып келдім. 2 апта сол жерде болдым.
және көп адамдармен, енді өте көп адамдармен кездесіп үлгермедім, өйткені мен барған кезде ауырып қалдым, суық тиіп кондиционердің астында отырып. Қаңтар үнінің 4-ші эпизоды, айтпақшы, Қаңтар үнінің 4-ші эпизоды шықты, ура, 3-4 айдан кейін әйтеуір шығардым. Өте қиын болды маған ол эпизодты шығаруға, білмедім неге екені, бірақ бұл жерде қалай болғанда енді бұл эпизод шықты. Шықпай жатқан тағы бір нәрселердің бірі, ол атауы, эпизодтың атауы. Өте қиын болды эпизодтың атауын шығаруға, бірақ мен оны аяқ асты, өзім ойламаған жерден шығардым. Негізі эпизодтың бастапқыда атауы тек қана үйде болу керек еді, бірақ маған ол ұнамады. Маған үйде деп қой, не ол үйде, қалай ол сонда үйде деген. Бірақ содан кейін эпизодтың атауын үйде менің отбасым деп жасауға шештім. Өйткені Ұзынағашта менің үйім, былай айтқанда, мына Астанадағы да менің үйім, және менің отбасым ол Ұзынағаштағы да менің отбасым, Астанадағы үйде менің отбасым. Сондай бір атау ойлап таптым, және эпизодтың атауын өстіп өзгертуге ықпал еткен ол мына ән. Қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасын, бар ғой сенің отбасың үйде. Осы жерінде бар ғой сенің отбасың үйде деген жерінде мен түсіндім, менің эпизодымның аты үйде менің отбасым деген атау алу керек екен. Мен осы жерінде түсіндім, және марқұм Дархан Джузге көп рахмет айтам, алғыс айтам. Керемет ән, және осындай бір қиын кезде маған қатты көмектесті осы әні. Көп рахмет айтам, расымен. Осындай кішігірім, осындай ақпарат атауы бойынша бергім келді. Қалай болғанда 4-ші эпизод шықты, болды. Осымен Қаңтар үні подкасты тәмам деп санаймыз, өйткені өте ауыр подкаст, оны жасау өте қиын. Жасау тұрмақ, оны тыңдаудың өзі өте қиын. Мен 2-3 танысым бар, оның ішіндегі нәрселер туралы естіп алғандықтан, оның ішіндегі ақпарат тым қиын екен, сондықтан мен тыңдамаймын деп бас тартып жүрген таныстарым әлі бар. Олар әлі тыңдаған жоқ. Мен әрине күтіп жүрмін олардың тыңдап, олардың ойы маған қызық. Және тыңдаған адамдар, бұл подкаст тыңдаған адамдар бейтарап қалмайды, әдетте айтады. Жақында бір кісі 4-ші эпизодты тыңдап болған соң бір кісі мен хабарласып сөйлескенде, ол кісі былай дейді: Қаңтар үні подкастының эпизодтарын тыңдаған кезде сен сол оқиғаның арасында жүргендей сезімде боласың, және байқасаңыздар көптеген журналистер, сайттар, неше түрлі мекемелер осы Қаңтар туралы, осы әуежайда болған оқиға туралы айтқан кезде барлығы тек сыртынан қараған көзқарасты айтқан, және ішінде жүрген ешкім жоқ. Сол жерге солай алып қараған кезде, Қаңтар үні подкастының осы жағынан алып қараған кезде, бұл подкасттың орны бөлек деп айтқаны бар. Әрине көп рахмет ол кісіге, егер естіп отқан болсаңыз, осындай пікір айтқаныңызға көп рахмет. Мен үшін бұндай бағалар өте қымбат. Кез келген фидбек қымбат, бірақ енді мен ойламаған нәрселерді тауып отырғандарыңыз бұл подкасттан, бұл әрине керемет нәрсе. Тағы бір қызық жері, ол бұл Қаңтар үні жалпы аудио ғой, бұл видеода емес, соған қарамастан адамдар мүмкін соған байланысты ма. Жалпы бізде аудио десе музыканы ойлайтын қазір сондай қауым, бірақ соған қарамастан қазір менің Алматыға барып келгендегі байқаған тенденциям, подкаст бастағысы келген адамдар видеодан бас тартып, саналы түрде подкасттың аудио нұсқасына басымдылық бақылайтады. Олар көбіне аудио жасаймыз, біз аудио жасағымыз келеді деген көзқараста сондай ой білдіріп, бір кісілер продюсерлік жұмыс бастаса, ал екінші кісілер осы өздерінің бастаған аудио подкасттарына арнап сайт жасатып отыр. Маған сондай тапсырыс берді, қазір сайтты жасап болып қалдық. Ол эпизодтар жарияланып бастап кетті. Маған ұнап жатыр ол подкасттың жалпы шынайылығы, бұйырса тыңдап көрсеңіздер болады. Осы эпизодтың сипаттамасында сілтеме болады. Ол Нұржан мен Ғазизаның Еркін подкаст деген подкасттары. Ол жерде көбіне жаңалықтар талқылаймыз, қазіргі трендтерге сол талқылаймыз деген сондай
жеңіл жанр болып көрінуі мүмкін, және форматы да жеңіл болып көрінуі мүмкін. Иә, екі адам кәдімгі ас үйде шай ішіп отырып сөйлесіп отырған сияқты, бірақ ішінде көтерілетін тақырыптары әрине өте ауыр. Соңғы эпизодында, мен тыңдаған соңғы эпизодында Замандас подкастының қазақ тілі туралы эпизодын талқылаған. Ең қызығы, менің көзқарасымды да бұл эпизод қамти алған. Иә, тыңдап көрсеңіздер болады. Эпизодқа да және подкастқа да сілтемені салып қоямын. Осы эпизодтың сипаттамасында барып қарап тыңдап көрерсіздер. Жаңағы продюсерлік демекші, айтпақшы, сол продюсерліктің алғашқы жемістерін көріп жатырмыз. Дина Иманбаймен біз осыдан қашан, қаңтарда ма, ақпанда ма жұмыс бастағанбыз. Және сол кісінің подкасты енді шықты. Иә, біз ойлаған уақыттан кішкене ұзағырақ уақытта шықты. Өйткені енді ол кісілер оған дейін мүлде подкастингмен айналыспаған кісілер, және бірден бастап кету кішкене қиынырақ болды. Арасында біз 1 айлық үзіліс алдық, неше түрлі бір жағдайларға байланысты. Бірақ қалай болғанда біз нәтижесіне жеттік, және қазір Таным медиа деген подкаст шықты. Біз оған сайтында жасадық, бағанағы айтқандағыдай, және подкасттың концепциясында, эпизодында жасап шықтық. Және бұл жалпы бұл подкаст ғылыми тақырыптарды көтеретін эксперттермен жай ғанандай сіз қалай келдіңіз деп сондай ғана сұрақтарды көтеретін сұхбаттар емес. Бұл жерде бірнеше эксперттің бір тақырып бойынша ойы болатын. Сондай енді керемет подкаст деп айтамын. Мен продюсерлік жасаған үшін ғана керемет деп отырған жоқпын. Кім жасаса да мен бұндай подкастты әрдайым қолдап, және бұндай подкасттың біздің подкаст нарықта орны бар деп санаймын. Дина апай, құтты болсын. Тағы да айтарым, менімен жұмыс істегеніңізге көп рахмет. Сізге ұнады деген ойдамын. Подкастыңыз өсе берсін, эпизодтары жариялана берсін. Бұл подкасттың да сілтемелерін осы эпизодтың сипаттамасында беріп қоямын, барып қарап тыңдап көріңіздер. Қазақ тілінде бұндай подкаст мен осыған дейін тыңдап көрген жоқпын. Әрине шетелде бұндай подкасттар бар, бірақ Қазақстанда қазақ тілінде қазақи аспаптарды қолдану арқылы жасалған ғылым тақырыбын көтеретін подкаст меніңше бұл бірінші сияқты. Және Дина апайдың енді батылдығына, ұстамдылығына, сондай табандылығына тәнті болдым. Керемет жұмыс жасалды, және ары қарай да жасала берсін дегім келеді. Мынау бір радиодағындай құттықтау бағдарламаларына ұқсап кеткен сияқты. Сондай бар сияқты. Көріп тұрсыздар ма, мен осы бірнеше ай болды ғой, бір дұрыстап микрофонның алдында отырып осындай эпизодтар жазбағалы, сондықтан менің алдындағы бір даусымды кішкене жоғалтқан сияқтымын. Енді бұйырса деп айтайын, тұрақтылау шығарып тұруға тырысамын, жарай ма, мен сіздерге айтпайын. Алдындағыдай апта сайын бір эпизод беріп тұрамын, мен бірдеңе бүйтіп қатты кетпей қояйық. Өйткені неше түрлі жағдай болып жатыр қазір. Мен подкастингмен бірге бағдарламалауды да қолға алып жатырмын. Ол жағынан енді керемет күшті жаңалықтарым бар. Және менің басқа бір подкастым бар ғой, аудиоблог деген. Сол жерде эпизод ертең ба арғы күні ма бір эпизод жазам деп отырмын. Ол жерде мен сол бағдарламалаушы болу туралы айтамын. Және керемет жаңалығы ол сол, мен өзіме осы бағдарламалауды үйренуге көмектесетін, жалпы қолдайтын ментор таптым. Аяқ астыма білмеймін, бір кездейсоқ нәрселер арқылы келген кісі. Ең басында мынандай болды. Мен алдыңғы жылы Техорда, окей, давайте бетейік. Бұл ақпаратты мен сіздерге жаңағы шыққан эпизодты айтып берем. Яки бұл эпизодтың тақырыбына ол әңгіме сәйкес жоқ. Жалпы айтқым келіп тұрған бұл Нұрлан Қарақұлов деген кісі. 10 жылдан астам тәжірибесі бар кісі. Енді маған өте ұнап жатыр ол кісімен жұмыс істеген. Окей. Сол, осындай нәрсе мен жаңағы бағдарламашылыққа кішкене бет бұрып жатқандықтан, оны болашақта түсінесіздер. Мен неге, қалай бет бұрып жатқанымды түсінесіздер, бірақ қазірге байқайтын нәрсе сол. Мен қазір 50% кәдімгі жұмыс істейтін уақытымды осы бағдарламалауды зерттеуге бөліп жатырмын. Сондықтан да кейбір подкасттардың кейде шықпай қалуы, ұзақ уақыт шықпауы деген сияқты нәрселер осы жайттарға байланысты деп айтқым келіп тұр ғой сіздерге.
Енді қаншалықты уақыт аз бола бергенімен кейде маған жақсы ұсыныстар түседі, және ол ұсыныстардан бас тарту өте қиын. Мысалы осы ана жылда Қазақстанда өтетін Go Viral деген фестиваль бар. Ол фестиваль әдетте Алматыда өтеді, бірақ биыл ол кісілер Астанаға ауыстыруды ұйғарған екен, және Қазфорум болды ғой осы Астанада. Сол Қазфорумда мен танысқанмын осы фестивальдің ұйымдастырушыларымен. Сол кезде айтқан, біз сізді Go Viralға шақырғымыз келіп тұр, давайте келіңіз, подкастинг туралы сөйлесейік, талқылайық деген сияқты. Және біз сөйлестік, талқыладық. Сонымен мен Go Viralда подкастингке қатысты бір сессия өткіздім. Өкінішке орай ол сессияның жазылып алынған нұсқасы жоқ, бірақ жалпы егер сіз осы подкасттың эпизодтарын дұрыстап тыңдап жүрсеңіз, сіз бір жаңа бір нәрсе естисіз деп ойламаймын. Ол жерде сол баяғы сол подкасттың негіздері, подкастинг деген не, қандай түрлері болады, не істеу керек, сондай ақпарат айтылды. Бірақ аудиторияға өте қатты ұнады. Маған да аудитория ұнады, күшті сұрақтар қойды. Енді өкініштісі, мен ол нәрсені жазып алмадым ау деймін. Білмедім, мен қазір нақты есімде жоқ, уже бірталай уақыт өтіп кетті. Сондай нәрсе. Екіншісі, ол осы жазда мені министрліктен хабарласып, Бурабайда кәдімгі 3 күндік буткемп өтті. Буткемп дегенде 50 студент, Қазақстанның жан-жағынан келген 50 жас студент, журналистика факультетінен, және филология факультетінен, және мұғалімдер де бар ау деймін ішінде. Қалай болғанда 50 студент 3 күн бойы неше түрлі салалар бойынша сондай бір апгрейд алды өздеріне. Сол апгрейдтің ішінде подкастинг де болды. Біз сол 3 күннің ішінде воркшоп өткіздім мен. Сол воркшоптың нәтижесі ретінде ол кісілер өз подкасттарының концепциясын жасап шықты, және бірінші эпизодын жазып та үлгерді. Және мен ол эпизодтарды жариялап та қойдым. Егер тыңдап көрем десеңіздер, сіздерге міндетті түрде тыңдап көру керек ол эпизодтарды. Меніңше өте керемет подкасттар басталды. Енді ол кісілер ары қарай жалғастырмай ма білмедім. Жалғастырса әрине керемет болар еді. Көреміз, ол өздері шешетін нәрсе, бірақ сіздер бар бірінші эпизодтарын тыңдап көріңіздер. Маған ұнағаны, ол жерде өте батыл тақырыптар бар, өте терең тақырыптар бар, және біз ойламаған, осындай да болады екен ау деп ойлайтын да концепциялар ойлап табылған. Бұл маған ненің көрсеткіші? Былай айтқанда, бұл маған жалпы подкастингді адамдарға үйреткен кезде ешқандай шектеу қоймау керек, және подкасттардың сан алуандығын да шектемеу керек. Сол баяғы подкастинг үшін күрес көтеріледі бұл жерде. Егер біз қазір подкастинг үшін күреспейтін болсақ, бізде 1-2 жылда, мысалы жақын арада, тек қана сол әңгіме айтатын, сұхбат алатын, подкаст деп аталатын, негізінде подкаст емес, бірақ подкаст деп аталатын нәрселер ғана қалады. Ал егер біз подкастинг үшін күресетін болсақ, подкастингнің сан алуандығы, ол жанр, формат жағынан ешқандай шек жоқ екенін қорғап шығатын болсақ, біз неше түрлі өте қызық, өте пайдалы, сондай қоғамға бір өзгерістер әкеле алатын, жалпы адамға бірталай бенефиттер әкеле алатын подкасттарды тыңдай алатын боламыз, көре алатын боламыз. Аудиода, видеода подкаст бола береді, ол біз білеміз. Сондай нәрселер. Осы орайда тағы бір жайт бар айтатын. Осыдан 3-4 күн бұрын деймін, қазақстандық үлкен бір, енді үлкен болғанда енді сұмдық бір үлкен демеймін, бірақ кішкентай емес жалпы. Сондай бір компания, өздері бір қолданбалары бар. Сол қолданбаның ішінде бір подкаст шығарған екен, және сол подкасттың подкаст емес екеніне бұл қалай енді десек, мынау подкаст емес, осы подкаст жасай аласыздар ма деп өтініш жасап едік. Біздің өтінішіміз былай айтқанда еленбеді. Мен енді тікелей байланысқа шықтым ол кісілермен, ортасында таныстарымыз болған, сол таныстарымыз арқылы тікелей байланысқа шықтық. Және ол кісілер бізге болғанда нақты маған ар ойна деп жауап берді. Әрине мен Қазақстандағы подкастингді қорғап жүрген мен бірінші күн емес, бірінші жыл емес, ары қарай да жалғастыра бермекшімін. Бұл жерде мен өзімнің былай айтқанда
жеңіске жетеріме, что подкасттың подкаст болатынына жететініме күмәнім жоқ. Мен ешқалайда ол нәрсеге көз жұма алмаймын. Мен қазір ол кісілердің істеп жатқанына көз жұматын болсам, ертең тағы бір кісілер шығады, соларға да көз жұмуым керек. Мен жалпы жеке өз басымның принциптерінен бас тарту керек болам. Менің осыған дейін айтып келген, жасап келген істерім жоққа айналады. Өйткені өстіп сол кісілердің істеп жатқанына көз жұма салу үшін істеліп жатқан жоқ қой бұл істер. Сондықтан мен күресімді ары қарай жалғастыра беремін. Және де мына іс туралы мен көп айта алмай отырғанның да себептері бар. Оны уақыты келген кезде мен сіздерге жақсылап дұрыстап айтып беремін. Не болғанын, қалай болғанын, қандай, неге бұл кейс мен үшін ауыр болып жатқанын да барлығын бұйырса айтып беремін. Ашып адамдардың атауын айтпасам да, бірақ жалпы мен бөлсем. Бұл болады, бұл әлі былай айтқанда закулисы болып жатқан нәрсе ғой. И осы закулисы деген кезде тағы бір қиын ой келеді маған ше. Мен әдетте қалай істеймін? Міне мен көремін бір компания немесе жаңағы адам подкаст деп аталатын нәрсені мысалы ютубта бастайды, и мен ең бірінші қадамым жекесіне шығуға тырысамын. Неге? Мен жекесіне шығып, көкем, қара, мынандай нәрсе, осындай екен. Давай осыған бүйтіп RSS жасай салайық. Немесе сен өстіп жариялай аласың ба Apple-ға деген сияқты соңғы эпизодта айтылған жаңа стратегия бойынша мен оларға сөйтіп байланысқа шығамын жекесіне. Одан кейінгі қадам ол кісілердің жауабына байланысты емес, былай айтқанда ол міндетті түрде екінші қадам болады. Екінші қадам қандай? Мен не жазамын? Міне қараңдар, мына кісілер подкаст бастады, RSS-ін жасады деген сияқты қылып жазам. Facebook'та болсын, немесе өзім Telegram арнамда болсын, бір жерде жазам. Содан кейін барып Қазақстан подкасттар қорына қосам. Былай айтқанда RSS бар өйткені. Егер де ол кісілер жасамаймыз деп бас тартса, мына қазіргі кейс сияқты, ол кісілер түбегейлі бас тартып отыр. Өте қызық кейс. Бас тартса да мен ол кейс туралы жазам. Бірақ бұл кісілер бір қызық нәрсеге айналдырып отыр. Ол кісілер айтады, сіз бізге угроза жасап отырсыз, сіз бізге қысым жасап отырсыз. Ешқандай да қысым бұл жерде жоқ, бұл жерде тек менің тарапынан сұрау бар, просьба, былай айтқанда, мен оларға орысша сөйлейді екен, орысша сөйлестік енді. Я вас прошу сделать RSS. Я вас прошу, если не делаете RSS, тогда не называйте, пожалуйста, подкастом то, что подкастом не является. Это же не подкаст, по сути. Деп түсіндіріп айттым. Мысалы шоу десеңіздер болады, немесе бағдарлама десеңіздер болады. Қалай атағыларыңыз келеді, өз еріктеріңіз. Әрине мен сіздерге запрет қоя алмаймын, бүйтіп істе, былай істеме деген сияқты. Бірақ мен сондай просьба жасадым, және сен өзің де ар ойна, сен просьбаң бірге ар ойна деп айтты. Мен әрине онымен келісе алмаймын, бірақ бір жайттарға байланысты мен қазір бұл кейс туралы жалпы ашып былай деп айтып бере алмаймын. Айтып бере аламын, бірақ қазірге айтпауға өзім сондай шешім қабылдап отырмын. Өйткені нақты бір қадамдар әлі түсініксіз. Былай істеу керек па, былай істеу керек па деген сияқты. Өйткені мүмкін біз тіл табысып кетерміз дегенде әлі қадамдар бар. Өйткені кеше біз кішкене, ол кісілер кішкене на нервах-та, может, были. Мен де айтпаймын супер спокойный болдым деп. Өйткені енді бұл жерде бұл кейстің ең ерекшелігі, бұл жерде бір жайт бар да, сол бір жайтқа байланысты. Мен кішкене қиналып қалдым. Әдетте бірақ кәдімгі жай кейс, компания, подкаст деп бір нәрсе бастай салған, бірақ ол подкаст емес. Өйткені RSS жоқ, және біз RSS сұраймыз, олар жасау керек. Сөйтіп бітетін кейс болған, бірақ күшті бір ингредиенттері бар ішінде. Бір шешімдерге келген кезде бұл нәрсені мен сіздерге тарқатып, әдемілеп айтып беремін. Бірақ нақты қазір айтарым, бұл кісілер міндетті түрде жазылады бұл туралы. Міндетті түрде, енді, хорошо, міндетті түрде демей қойын, бірақ жалпы мен подкастинг туралы миллион жыл бұрын жазып бастаған кітабымды аяқтаймын бұйырса. Және сол кітаптың ішінде де осы кейсті әдемілеп қосу керек сияқты. Өйткені бұл ерекше кейс болып тұр. Бірталай сабақтар алдым өзіме.
мына былай істеу керек екен, былай істеу керек екен деп кейбір кісілер ойлауы мүмкін подкастингді қорғай салу ол барасында сол RSS қайда деп қыртып отыратын нәрсе деп. Ол да емес. Бұл жақта өте көп істер жатыр және жан жақтан сен қаншалықты күшті бір стратегиялар қолдансаң, қорғану үшін де ол кісілерде неше түрлі стратегиялар қолданады. Ол стратегияларға төтеп беру жалғыз адам үшін өте қиын. Оның үстіне сен үйтіп ол кісілермен подкастинг үшін сондай дискуссия, диспут бастаған соң, әрине олар сенің клиенттеріңе айналмайтыны анық, көбіне айналмайды. Ерекше бір жағдайлар бар, әрине сөйтіп сондай диспуттардан кейін де клиентіңе айналатын, немесе сен олардың клиентіне айналатын. Бірақ бұл жолы менің күмәндарым бар. Ол кісілердің мен айтқым келіп тұрған, мен сондай подкастинг үшін күрескенім үшін мен өзімнің потенциальный клиенттерімнен айырылып қалып жатырмын да. Бұл жағынан да кішкене қиын, әрине. Менің қазіргі клиенттеріме ерекше рахмет айтқым келеді. Көп рахмет өстіп маған жұмыс беріп отқандарыңызға, және мен сіздерге сапалы қызмет беріп отырмын деп сенемін, және біздің жұмысымыз ары қарай да жалғаса берсін. Сіздердің қолдауларыңыз, сіздердің маған жұмыс берулеріңіздің арқасында мен Қазақстандағы подкастингді қорғай алып отырмын. Тәуелсіз түрде. Бұл жерде ең басты сөз тәуелсіз. Егер мен бір жерге қалай да болсын тәуелді болсам, мен бұлай батыл түрде жазып, айтып, подкастингді қорғай алмас едім деп ойлаймын. Мен білмеймін нақты қандай болатын, бірақ маған сондай бір ой келеді, что кәдімгідей қиын болатын сияқты. Сондықтан егер сіз жалпы подкаст бастағыңыз келсе, подкастингнің қорғалуына үлес қосқыңыз келсе, менің клиентіме айналсаңыз болады. Ол аудиоредактура, сайт жасау, подкасттың концепциясы, подключ подкаст, жеке сайт жасау деген сияқты нәрселермен айналсамын. Оған қоса, бұйырса, мен мынандай күшті нәрсе ойлап таптым. Әр айдың соңғы сенбісінде мен воркшоптар өткізіп тұрам деп шештім. Әр айдың соңғы сенбісінде воркшоп болады. Ол 2-3 сағаттық воркшоп, және ол воркшоптан сіздер бұйырса не алып шығасыздар? Толық подкасттың бастан аяқ концепциясын алып шығасыздар. Бұл қандай? Орысша айтады ғой, руководство к действию дейді ғой. Сіздерде тек сол жерде жазылған, сол жерде айтылған нәрселерді істеп шығу керек болады. Қандай ерекшелік бар, маған мынау отырған. Сіздер міндетті түрде сол воркшоптың жаңағы жазылып алынған аудио нұсқасын аласыздар, сол жердегі презентацияны аласыздар, және ең күшті ерекшелігі, сіздер егер бір рет сол воркшопқа орын сатып алып келсеңіздер, оның 2 түрі болады, біреу офлайн және онлайн. Мен қазір айтып жатқаным офлайн туралы. Офлайн Астанадағы туралы, егер басқа қалада өткізу керек болса, 20 адамға жинап шақырсаңыздар болады. Әрине мен барып воркшопты өткізіп беремін. Жаңағы ерекшелігі, егер сіздер бір рет воркшопқа қатысу үшін төлесеңіздер, төлем жасасаңыздар, сіздер ендігі тура осы воркшопқа қатысудан бір рет болмайды ғой. Сол әр қайсына сіз тегін қатыса аласыз. Бір рет қатыстыңыз, және ендігісіне де, одан кейінгілеріне де өмір бақи осы воркшоп өткен сайын сіз тегін қатыса аласыз. Осында ерекшелігі бар. Енді аяқ астынан емес, әрине ертерек айтып қою керек, мен осындайға қатысам, осылай деген сияқты, өйткені өткізетін орындар шектеулі болады. Сондай нәрсе. Енді көреміз, тым супер көп болып жатса мүмкін жаңағыдай жалпы воркшоптың ақысын өсіреміз бе, өйткені жаңағы аренда помещение деген бар, чай, май жасау керек болады, сондай нәрселерге шығындарды өтеу үшін. Бірақ жалпы осындай воркшоп тар жасап тұру ойда бар. Әр айдың соңғы сенбісінде онлайн болады бұйырса, бірақ қазіргі айтып жатқаным ол офлайн. Мүмкін түске дейін онлайн өткізіп, түстен кейін офлайн деген сияқты. Онлайн ол бүкіл Қазақстанға, бүкіл әлемге арналған, офлайн әзірге астаналықтарға. Егер сіздерге офлайн басқа қалада, басқа елде өткізу керек болса, хабарласыңыз, оның барлығы шешілетін нәрселер. Тек жаңағы бағасына и уақытына дұрыс келсе алсақ, мен бос болсам, сіздерге жалпы бұндай нәрсе керек болса, күшті нәрсе жасап шығуға болады. Соңында жаңағы подкасттарыңыздың дайын концепциясын, былай айтқанда руководство к действию алып шығасыздар. Осындай нәрсе. Егер Қазақстанда подкастингнің қорғалуына, подкастингнің дамуына
үлес қосқыларыңыз келсе, міне осылай. Мен айтып отқан жоқпын, маған тек отырыңдар да жаңағы ақша салыңдар. Мен еңбек етуден қашпаймын. Мен адал еңбек етіп, адал ақша тауып, өз жұмысымды адал істегім келеді. Осындай нәрсе. Мен мынандай нәрселерді айтып кетемін деп жоспарлаған жоқ едім, бірақ осылай шығып тұр. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, осы туралы қоярсыздар. Я білесіздер, Telegram бар, почта бар, сол арқылы қоя бересіздер. Жалпы осындай. Қазір мен осы эпизодты жазатын өзімнің жаңағы жоспарыма қарадым, и ол жоспарда мен былай жазып қойыппын. Жаңа подкаст туралы айтып беру депші. Жаңа подкаст деген қандай ол? Қазір сіздер Қазподкастты тыңдап отырсыздар, бірақ менің Қазподкастта басқа қанша 6-7 подкасттарым бар екен. Мен тұрақты түрде шығаратын немесе архивке кеткен болсын, жалпы бар екен. Мен енді былай алдым да, өзімнің сайтыма, мен жеке хостингтемін ғой, подкасттарым жеке хостингте. Сол жеке хостингімде барлық подкасттарымның RSS-терін біріктіріп, бір үлкен RSS жасап қойдым. Және ол арнаның атауы Эльдар Құдайбергенов. Кәдімгі қазақ тілінде әріптермен жазасыздар, Эльдар Құдайбергенов деп. Мен сіздерді сол подкастқа жазылуға шақырамын. Осы нәрсе, сіздер аласыздар да сол подкастқа жазыласыздар, және одан кейін сіз мен шығарып отырған барлық подкасттарды бір орнынан алып отырасыздар. Сондай үлкен арна. Оның ішіне аудиоблогым да кіреді, жаңағы бағдарламалау туралы сөйлесетін. Оның ішіне Саналы әке де кіреді. Оның ішіне жаңағы Қазподкаст кіреді. Жалпы мен жасап жүрген жеке менің өзімнің подкасттарымның барлық эпизодтары сол жерде жарияланып тұрады. То есть сіздерге қазір енді бөлек-бөлек Қазподкастқа бөлек, аудиоблогқа бөлек сөйтіп жазылу керек емес. Сіздер бір подкастқа жазыласыздар, және барлық эпизод сол жерде шығады. Керек сілтемелердің бәрі эпизод сипаттамасында болады. Бүгінге осы 23-ші эпизод жазылғаныма мен өте қуаныштымын. Сіздерге тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен үшін 23-24 деген эпизодтар бұл бір белес. Сіздер жаңағы айтқан подкастқа жазылыңыздар, фидбектеріңіз болса жазыңыздар. Менің бүгінге осы эпизодта айтқым келгенім әзірге осындай. Подкасттарыңыз шыға берсін, өсе берсін. Қазақстандағы подкастингді қорғайық. Сіздер тыңдап отырған Қазподкаст және оны Астанадан жүргізіп отырған қазақстандық кәсіби подкастер Эльдар Құдайбергенов. Келесі естіскенше сау.